Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видео тауық қорамызға обзор жасайтын боламыз. Мына біздің тауық қорамыз, мына есігі. Мына тауық қораның қалыңдығы осындай. Осынау холл кіретін. Мен жағында шашылып отыр, енді мен жағында мән бермеңіздер. Мына бізде қоян тұрған басында. И мында бірінші есікке келетін болсақ, бізде бірінші есікте австралиялық тауықтарымыз тұр. Бұл тауық қораның еніне арналған. Бұл жерде 25 бас австралиялық тауықтар тұру керек негізінде. Ал мында бізде екіншісінде қазір бізде балапандар тұр. Уақытша бұл жерде бізде жаңадан келетін Кучин или Светлый Брама породасындағы сол екі породының біреуі тұру керек осы жерге. Осы жерге пока бізде адлер мен австралиялықтың балапандар тұр. Ал бізде үшінші есікте мына жерде бізде адлер тұру керек. Тоже адлердің 25 бас адлер тұру керек мына жерде. Бірақ қазір бізде мына жерде Карл породасындағы птиц фабриканың тауықтар тұр. Бұлар енді алла бұйыртса бізге қыс бойына жұмыртқа береді. Содан кейін бұларды біз сатамыз. Бізде мында 3 легорн тұр атеші. Бұл 3 легорн атешін біздер мына Карлдарға қосамыз деп алып келген болатынбыз. Пока әлі жас болғаннан кейін аналардың қасына жақындамай жүр. Бізде мында сосын 5 адлер тауығы бар, 2 ламан броун бар, сосын 2 мынандай домашний тауық бар. Мына жақта жүр домашний. Бүгін келген тауықтар мына домашний, кішкене қорқып жүр. Сол бізде айтатын жаңалық пока осы. Мына жерде бөліп тастаған себебім, бізде мынаны бөліп тастамайтын едім, жалпы негізінде бірге жүретін еді. Мына Карл породасындағы тауықтар, мыналарды талап тұр. Қазір көреміз, мыналарды осы қораға жіберіп, мына Карлдарды ананың қасына қосып жібереміз бе, ана ақ тауықтардың қасына. Соны қарайын, потому что ана тауықтар өздерін талатпайды. Енді мыналар балапан, әлі жас, сол себепті осыларды талап тұр, короче. Қораға келген тауықтың бәрін талап тұр осылар. Бір ламан броуымды өлтіріп тастады, бұлар енді талап. Сол енді көреміз. Содан кейін мына жерде бізде тағы 4-ші клетка болу керек. 1, 2, 3, 4-ші клетка тұру керек мына жерде бізде. Мына жер әлі дайын емес, алдағы уақытта дайын болады. Бұл жерде бізде тоже солай. Светлый Брам или Кучин, сол екі породының біреуі мында түседі, и сосын біреуі мында түседі, короче. Соны алла берсе көреміз. Бұйырған. Енді пока қораға осы обзор. Бізде мында жем тұрады міне. Мында бидай. Балапандарға беретін тартылатын бидай. Мында тауықтың жемдері тоғызатын. Мына зерн коренерат. Бізде су. Мына тоже жем тартатын ыдыс. Мына соның бөшкісі. Осы бізде. Мінекей, бізде андай ше көгершіндеріміз бар. Әзірге осы. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.